27 ақпандағы Украина қорғаныс министрлігінің дерегінше, Ресей тарапы осы күнге дейін 150 танкінен, 706 әскери брондалған автокөлігінен, 27 ұшағымен, 26 тікұшағынан, 50-ге тарта зеңбірегінен, 2 әскери кемесінен, 1 бук зенитті зымыран кешенінен, 2 ұшқышсыз ұшу аппаратынан, 4 Град реактивті жүйесінен айырылған. Евродақ дипломатиясының басшысы Жозеф Боррелл Евродақ сыртқы істер министрлері басшылары Украина әскеріне көмек жіберуге келіскенін мәлімдеді. Евродақ сыртқы істер министрлері басшылары 450 миллион евроның қару-жарағын қаржыландыруға келіскен. Борреллдің айтуынша, Евродақ қорғаныс министрлері кездесіп, Украина әскеріне қаруды қалай жеткізу керек деген мәселені талқылайды. Украина үшін қаруды жинайтын хаб Польша. 450 миллион евроның қауіпті қаруын, 50 миллион евроның өлімге әкеп соқпайтын қаруын жеткізу мүмкіндігін қарастырамыз. Мұны бірінші рет жасап отырмыз, деді Боррелл. Европалық одақ бүкіл аумағында Ресей ұшақтарының ұшуына толық тыйым салып, жаңа санкциялар пакетін енгізді. Германия, Испания және Францияда, Ұлыбритания, солтүстік және Балтық елдеріне қосылып, Ресейдің әуе кеңістігін пайдалануына тыйым салды. ақш шенеуніктерінің айтуынша, Ақ үйде осыған ұқсас шектеулерді қарастырып жатыр, бірақ әлі түпкілікті шешім қабылданбаған. ақш үкіметі өз азаматтарына коммерциялық рейстермен Ресейден кетуге кеңес берді. Украина президенті Владимир Зеленский 27 ақпанда Украина Беларусь шекарасында өткен Украина мен Ресей арасындағы келіссөздерге қатысты пікір білдірді. Ол кездесу нәтижесіне аса сенбейтінін атап өтті. Сөздің шынына келсек, сол баяғыдай. Мен кездесуден нәтиже шығады деп ойламаймын, бірақ әрекет етіп көрсін. Артынан мен президент ретінде соғысты мүмкіндік болғанда тоқтатуға тырысқаныма Украинаның бірде-бір азаматының күмәні болмауы үшін, дейді Украина басшысы. Ресей президенті Владимир Путин тежеу күштерін арнайы жауынгерлік кезекшілік режиміне ауыстыруды бұйырды. Бұл туралы ол қорғаныс министрлігінің басшысы Сергей Шойгу мен Ресей қарулы күштері бас штабының бастығы Валерий Герасимовпен кездесуде айтты.